Толқын бағдарламасы, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты телекөрермендер, біздің студиямызға құрметті қонағымызға келіп жайғасты, ендеше таныс бола отырыңыздар. Қазақстан Республикасы Түркістан облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ардагері, Түркістан қаласының құрметті азаматы Сұлтанғали Иманғалиұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы, керемет. Киіміңізге қарап тұрмын, неше түрлі медальдарды тағып алыпсыз, бір жалтырап көз жауын алып тұр, иә. Енді осылармен қай ерлігіңіз үшін алдыңыз, таныстыра өтсеңіз, біздің келешек ұрпаққа, жас ұрпаққа тәлім тәрбие болар деп ойлаймыз. Енді бұл медалдардың барлығы Қазақстан Республикасы өрт қауіпсіздік саласындағы 5 жылдық, 10 жылдық, 15 жылдық медалдар, Қазақстан Республикасы Конституциясының 10 жылдығы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы, одан кейін бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы сіңірген медалы, Түркістан қаласының құрметті азаматы, тағы сол сияқты атап айтсаң, енді бұның бәрі көп көріп отырсыздар. Оның бәрін айтудың біраз уақыт кетеді. Жалпы сол еңбектің арқасы осындай дәрежеге марапатталып, медалдар алған жағдай бар. Зейнетке шыққанша да біраз медаль жинап қойыпсыз өзіңізді. Өте керемет. Ал енді менің сұрағым келіп отырғаны, өрт сөндіруші дегеніміз негізі өмір мен өлімнің арасында жүретін мамандық қой. Неліктен бұл мамандықты таңдадыңыз? Не түрткі болды? Енді бұл мамандық біріншіден өміріңде келгеннен кейін айтады ғой елбасымыз. Мамандықтан жаңылыспа, жардан жаңылыспа деп. Енді бұл мамандықтың өзінің қызықшылығының қиыншылығы көптеу. Көп себебі қиыншылығы жанып атқан ғимараттың ішінде не жанып жатыр, қай жерден қандай төбеден құлап кетеді, болмаса ішінде газ бар ма, болмаса свет өшіп қала ма, болмаса адам қалып кетуі мүмкін, неше түрлі жағдай болады. Әрине, енді бұл үлкен ерлікті жұмыс, өзіңнің өміріңді Қазақстан Республикасының кез келген адам үшін қиюың керек қой. Бірінші, қандай жағдай болмасын, сол өртте, табиғи өрттерде, жаңағы төтенше жағдайларда адамдарды құтқару біздің тікелей бірінші міндетіміз. Ары қарай материалдық құндылықтарды құтқару болып есептеледі. Бірінші кезеңде адамның өмірін құтқару. Ал енді осы өрт сөндіру кезінде бір есте қалған оқиғамен бөлісе отырыңызшы, басыңызды бір... Есте қалғанда бұл оқуды осы Алматылық жаңағы техникалық училище Қазақстан Республикасы СССР одағының кезінде Алматыда болған. Сода бітіріп жаңадан аға лейтенант болған кезімде Шымкентте нефтеперегон заводы жанды. Ол жарылыс болды. Сол жарылыста соның жаңағы резервуардың жарылған кезде соның балнасы келіп ұрып, қол саусақтар шығып кеткен. Адам өлді ол жерде. Қасындағы мазутқа адам құлап, жаңағы балнаменен адам шығыны болған жағдай болған. Одан кейін мына Төрткүл ауылында қатты жел, секундына 30-35 метр, күн суық, машинада жаңағы жең ұрқабамен су беріп атқан кезде 1 минутқа тоқтап қалсаң қатып қалатын жағдайлар болды. Одан кейін осы зейнеткерлікке шығардың алдында Арыстағы жарылыста азанға сағат 8:20-да хабарлама түскенде сояққа бардым. Сол жарылыстың басында сөйтіп департаменттің бастығы Нұрғали Сырбайұлының тапсырмасына сәйкес халықтарды эвакуация жасау, сондай жұмыстары болды. Сол жерде өрт сөндіру мекемесінде тұрған кезімізде қасымызға снарядтар түсті. Сол есте қалатын ең ірі өрт жарылыстар осылар. Қандай апатты оқиғадан кейін өртті сөндіру қиынға соғады? Табиғи апаттар ма, әлде адам техникалардан кеткен апаттардан ба? Burada өрт сөндірудің қандай апаттары, барлық апаттары қиын. Табиғи болсын, техногенді болсын. Енді өткені өртке бара жатқан кезіңізде ол 6 бақыт болады. Сол 6 бақытты өте қатаң сақтау керек. Оның бара жатқан кезде арнайы қолдарында оперативный пландары болады. Қай есіктен кіру, қай есіктен шығу дегендей. Соған қарап, сол обстановкаға қарай өртті сөндіруге әрекет жасайды. Күзет бастығы бірінші барған. Одан кейін содан үлкен лауазымдылар арқарап басқарып, өртті басқарып өшіреді. Ал енді осы өрт сөндіру жағдайында өрт болған бар, өрт болып жатқан кезде жалпы тұрғындар ең бірінші қандай жағдайға мән беру керек, алдын алу шаралары қандай болу керек? Біздің экран алдында отырған көрермендерге кеңесіңіз. Өрт болғаннан гөрі өрттің алдын алған жақсы.
Енді мына қазір қыс мезгілі келе жатыр. Енді сіздің сұрағыңызға сәл ауысуы мүмкін, улану. Осындай 21-ші ғасырда осы қазір газ, улы газдан адамдар уланып жатыр. Оның бірден бір себебі Иран пешін орнату, от жағатын пештің мұржаларын дұрыс орналастырмауы, адамдардың өзінде өз жанұясын өзі құтқара білу керек. Одан кейін газды өшіріп кету, светті өшіру керек, үйге жас балаларды қалдырмау керек. Сондай нәрселерді сақтау керек, сонда жақсы болады бәрі. Өрттің ең жиі орын алатын кезі қай мезгіл? Ерттің ең жиі ағылатын мезгілі қазір осы қыс ауасына қарай, жылыту маусымына қарай. Өйткені от жағатын мұржалардың тазаланбауы, сыланбауы, әктелмеуі, от сол көп алады. Жазды күні әрине дала табиғи өрттер болады. Өрт сөндірушілер алдын ала мысалы балабақшалар, мектептерді тексеру кезінде олқылықтар орын алған болса, сіздер қандай ескерту жасайсыздар? Енді сіздің сұрағыңыз қазіргі мен тура жұмыс істеп жатқан сұрақ болды да. Бірақ енді мен қазір зейнетке ардагер болғандықтан жалпы балабақша, мектептерді тексеретін арнайы инспектор қызметкерлер бар. Олар енді өрт қауіпсіздік ережесі мен талаптарын анықталған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылар кодексіне сәйкес арнайы өздерінің айыппұлдары, талаптары болады. Ұйғарымдама беріледі, ұйғарымдама орындалмаса сотқа береді, сот арқылы ары қарай сот шешім қабылдайды. Ол тексерістер арнайы аяқ асты болатын тексерістер ме, әлде болар мерзімі белгіленіп? Арнайы жоспарланған Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы сайтына енгізілген нысандар ғана тексеріледі. Аяқ асты тексеріс жасамаса? Аяқ асты тексерістер жоқ. Егер арыз шағымдар болып жатса, жазған мекемеге құзырына жататын болса, олар тиісті шарасын көреді. Ал енді өзіңіз осы салада 36 жыл қызмет етіп келесіз, иә? Өрт сөндіру мамандығының басқа мамандықтардан басымдылығы қандай? Басымдылығы бұл да тек өзіңнің қызмет міндетіңді білу ғой. Өрт тілсіз жау дейді. Тілсіз жаумен біз айбарсамыз. Ал енді жаңағыдегі басқа органда тілі бар жаумен айналысса, біз тілі жоқ жаумен айналысамыз. Қай жерден қалай болады, өшіріп кететін, толық өшіресің, кейде қысып жанып кетеді. Сондықтан бұның енді өзі айттым ғой басында, қызықшылығы өте қызық, өз жұмысыңды мұқият білсең, халықпен бірге үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп үлкен сол бір жақсы халықтың қамы ғой, барлық органдар, барлық мекемелер халықтың қамы ойланады. Бірақ басымдылығы өзімізге өзі қызық, ұнайтын мамандық. Аға, өткен шақты еске алайық, сіздің жас кезіңізге оралайық, сіздің алғашқы шақыртуыңыз өртке байланысты. Қандай сезімде болдыңыз, не ойладыңыз? Енді Алматыны оқуды бітіріп келген кезде ең бірінші өткен жатқанда сасқанбыз, әрине қасымызда ғана командир отделение дейді, 5 жыл, 6 жыл, 10 жыл істеген тәжірибесі мол сержант құрамдар бар. Соларға қарап, бұлай әрекет жасап, сөйтіп үйрендік. Басында енді оқу бітіріп келгесін теория басқа, тәжірибе басқа. Сөйтіп өз жұмысыңды үйренесің, жаңағы бір-екі басшылардан қатаң сөгіс аласың, сонымен үйреніп кетесің ғой. Апат айтып келмейді ғой. Мысалы, үй жағдайында бір техникалардың дұрыс жұмыс жасамауынан бір өрт болады. Сол кезде үйде ер адамдар болмаса, не болмаса көп қабатты үйде тұрған жағдайда қандай шаралар қабылдау қажет? Мысалы, әйел адамдар бұл тақырыпта жақсы біле береді деп ойламаймын. Себебі, мысалы, ер адамдардың негізгі міндеті болып саналады, қорғау балаларын, отбасын. Ал әйел адамдар болса, қандай әрекет жасау керек? Жарық өшіру керек па? Не істеу керек алғаш шаралар? Егер ер азаматы үйде болмаса, әйел баласы бала-шағамен үйде қалғанда дейсіз ғой. Иә, сондай жағдай. Енді жақсы сөз бар ғой. Ана ол ошақтың басы, бала-шағаның қасы дейді. Сол себептен бұл кісілер жаңа басында айтып кеткен, тағы да қайталап айтайын. Балаларға бірінші сіріңкені ойнатпау. Электр розеткілерін барлығын беттерін жауып қою керек, шеге тығады бала. Болмаса шашқа қыстыратын темір тағады, сөйтіп тоқ тартуы мүмкін. Соның бәрін бақылап отыру керек. Одан кейін жаңағыдегі газды қостырмау керек. Газға шай қоя сал, балам, қызым демеу керек. Өйткені ол кәмелет жасқа толмаған. Ол иіс сезсе де ол газдың иісін сезбеуі мүмкін.
Сондықтан барлығына ана, сол бала тәрбиесіне ана жауап береді ғой. Ал енді мен сіздің отбасыңыз туралы сұрағым келіп отыр. Жалпы отбасыңызда өзіңіздің жолыңызды қуған балаларыңыз бар ма? Менің 2 ұлым бар. Біреу Түркістан облысы өрт сөндіру және авариялық құтқару мекемесінде кезекші, жедел кезекші болып істейді. Екінші Түркістан облысы төтенше жағдай департаменті өрт бақылау басқармасында аға инженер қызметін атқарады. 2 балам да өзім саламда. Өте керемет. Екеуі де өзіңіздің жолыңызды қуған екен ғой. Осы мамандық таңдар кезде қандай кеңес бердіңіз балаларыңызға? Балаларыңызға ғана емес, енді жалпы біздің экран алдында отырған деп айтайықшы, осы өрт сөндіру мамандығы болғысы келетін жастарға қандай кеңесіңізді айтасыз? Енді осы өрт сөндіру маманын таңдайым деген жастарға айтарым, бұл өте жақсы мамандық. Өзіңнің постоянно күнделікті дене қалпыңды, дене шынықтыру қалпыңды, елге деген жақындығыңды, елмен бірге жүретіндігіңді сондай бір жақсы сезім, халықтың мұң-мұқтажын айтып жүретін, халықтың жанындағы өрт болған жағдайда өрттің алдын алу бойынша қыс жаз демей, күн ыстық демей, соларды үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп тұрса, өте жақсы мамандық мен үшін. Жастарға да соны мен сұраймын. Өйткені дене шынықтыру мықты болатын болса, біздің салаға жақсы болады. Әлеуметтік желілерден қараймыз, осы өрт сөндірушілер зейнетке шығар алдында машинамен су шашып шығарып салады енді жұмысы біткен кезде. Сондай ырым дәстүрлер секілді. Өзіңіздің басыңыздан да өтті ма? Сіз зейнетке шығар алдында соңғы рет суға шомылып жаңа? Жоқ, ондай. Мен көрдім менде, бірақ енді ол арнайы не емес, оның бәрі дәлелденбеген нәрселер. Сондықтан ондай біз үйтіп су шашып шығармайды, арнайы. Министрдің болмаса, комитеттің төрағасының болмаса, департаменттің бастығының алғыс хатымен, гүлмен елдің алдында құттықтап шығарып салады. Ондай су шашып шығару деген. Әлеуметтік желілерден көп байқаймын да сондай. Ол өтірік ол. Ал енді менің бір білгім келетіні, өрт сөндіру машинасы бар ғой, көлігі. Соның ішінде не болады өзі? Қандай құрал жабдықтар болады? Өрт сөндіру автокөлігінде жаңағыдай жеке құрам 7 адам, 6 адам жеке құрам отырады. Одан аспау керек, е? Өзі нормасы 7 адам. 7 адам. Отпуск демалысы бар, жаңағыдай іс сапары бар, 6 адам, 5 адам болады. Оның жан-жағында өртке қарсы өрт сөндіретін құрал саймандар болады. Ортасында 5 тонналық, 6 тонналық, 4 тонналық су ұтысы болады. Оның төбесінде көбігі болады. 200 литрлік сумен көбікті араластыратын. Артқы жағында насосы болады. Қызығы, көріп жатамыз, көшелерде асығыс кетіп бара жатады, үлкен жылдамдықпен. Бұның артында көптеген еңбек жатыр. Ал өрт сөндірушілер киімін бір айтып берсеңіз, қандай қажетті құралдар болады өрт сөндірушілердің? Өрт сөндірушілердің үстіне киетін киімдері, ол арнайы жасалған киімдер, қалың, от өтпейтін киімдер, жанбайтын киімдер. Одан кейін мұнай, газ жанған кезде теплоотражающий костюм дейміз, жылтырақ қағаз нанаған, соны киеді. Абылайша өрттерге күнделікті бір резиновый жанбайтын нелермен, резиновый етігімен, басында қатты упоры болады, өртке темір басы, аяқтың басыр болмау үшін. Сондай киімдермен, сосын белдігі, тапоры, жарық несі, каскасы болады. Осы барлық қажетті құралдар мен киімдерді қосқан кезде салмақ қанша болады? Қанша килолық затты сабалып жүгіріп этаждарға шығады? Ол астына тағы түтінге киетін құрал сайманы бар. Ол 20 килодай болды, 15 килодай. Оны көтеріп жүрудің өзінің ішінде қанша күш керек қой? Құрал сайман бар, артына киініп наға болатыны бар. 15 кило еді точно. Өрт сөндіруші егерлерінің бәрі денелі келетін шығар ендеше? Жаңа басында айттым ғой, өрт сөндірушілер өте спортқа мықты болады. Басында қабылдайтын кезде біз оны арнайы спорттың өз нормативтері бар, түрнегі бар, 100 метрі бар, 1000 метрі бар, 3000 метрі бар. Соның бәрін өтіп, тұрақты жұмысқа кіргенде де спортпен айналысып тұрады. Өйткені спортқа мықты болмаса, адамды қалай өрттен құтқарады? Сондықтан бұл өте бірінші мәселе біздің төтенше жағдай министрлігінде. Жұмысқа кірместен бұрын қойылатын талаптар туралы айтайықшы.
турникке қанша тартылу керек? 100 метрде қанша уақытта енді жүгіріп өту керек? турникке 20 рет тартылу керек. Ең азы. 100 метрге 13 секунд, 1000 метрге 13 минут. Сонда ары қарап кете береді. Бұл жұмысқа кіргендегі талаптар. ал жұмыс істеп жатқан кезде қаншалықты осындай тексеріс болып тұрады? Формасын Жыл сайын болады. Жыл сайын арнайы өзінің мамандығын отырған қызмет атқарып отқан қызметінің мамандығын жаңағы алу үшін дәлелдеме ретінде жылда осындай күздерде өтеді. Оны департаменттің бастығының бұйрығымен. Ардагер қызметкерлерде де сондай, иә? Демек сізде 20 рет турникке тарта аласыз, иә? Мен енді ардагермін ғой қазір. Өзің жасына қарайды ғой бұл. Жасына қарайды. 1, 2, 3, 4 топқа бөлінеді. 21 жасқа дейін, 23 жасқа дейін, 28 жасқа дейін, 35 жасқа дейін топтары бар. Әрқайсының өзінің 100 метрлікке турникке тартылатын нормативтері бар. Бекітілген. Үй жағдайында өрт болған кезде газ баллондарды сыртқа алып шығу керек болады. Бұл жарылатын болса өте қауіпті. Адам өзінің өмірін қауіп қатерге тігеді. Сондай оқиғаларды басыңыздан өткіздіңіз ба? Енді әрине бұл именно мен осы істеп жатқан кезде, өрт сөндіруге барған кезде ондай жарылыс болған емес. Себебі біз бара жатқаннан үйдің егесінен сұраймыз. Болмаса жаңағыдай жеке нысаны бар егесінен сұраймыз. Егер болып жатса, ішінде газ баллон бар ма, жоқ па деп, қай бөлмеде деп. Біз соған сосын көп суды соған сеуіп, охлаждение дейді, жаңа сыртына сеуіп, сосын барып, біз оны далаға шығарамыз, қауіпсіз жерге. Ал оның бәрі бара жатқан өзі алдындағы жоспармен барлау жұмыстарын зерттеп бару керек. Қалай кіру керек, қалай өшіру керек деген. Аға, осы сұрақ барлығының ойында сұрақ бар. Мектептерге кірген кезде біз өрт сөндіру тақтасын көреміз, қажетті құралдар. Сонда шелек тұрады. Бірақ шелектің пішіні қалыпты жағдайда емес, конус тәріздес. Бұл не үшін, сыры неде бұның? Енді мысалға біз енді сізге қалай айтсақ, ствол дейміз. Мысалы, стволды ашып жабадым. Ана шелек конусный. Ана суды алған кезде, су шашқан кезде точно жанып атқан жерге тиеді. Сол себептен сол конусный болады. Домалақ емес та. Жайылып кетпейді та. Сосын мен осы тақырыпта зерттеу жасадым өзімше. Интернеттен қарап, ақпараттар жинадым. Сол кезде адамдар демалып отырмас үшін шелегін жанына қойып, бір демалып алайыншы дейтін оқиға болмас үшін жаңа конусты қойса құлайды ғой. Сол себептен конус қылып жасаған дейді. Қызық үшін жазылған. Жоқ, ол отыру үшін емес, ол енді интернетте енді мен жалпы пәлендемей-ақ қояйын. Ол енді интернетке жаза береді ғой. Біреудің сынын айтқан қыз сол 1-2 күніге 3-4 өртке барсыншы бір сменде. Сосын мен көрерім ол адамды. Отырама, отырмайын. Отырып демалған. Енді интернеттен оқыған ақпараттың рас өтірігін білмеймін. Мен интернеттегі общий ақпаратқа ертең пенсияға 40% қосады екен деп айтса да сенбеймін. Мен арнайы теледидардан осындай бұқаралық ақпараттан айтса ғана сенем. Өйткені ол интернет жүйесін ол әптен сондай ғой енді. Ал енді өрт сөндіру мамандығы жалпы қашанда басын қатерге тігіп жүретін мамандық қой. Қиыншылығы да, қызықшылығы да, қай мамандықтың болсын, өзінің қиыншылығы да, қызықшылығы да қатар жүреді. Ал енді осы тұста қиыншылықты сұрамайықшы, қызықшылығын айта отырыңызшы бізге. Енді қызықшылығы бірінші барған өртте, кезекшілікте тұрған кезде, кезекшінің тыныш өтсе, барған өртте адам өлімі болмаса, көптеген материалдық шығын болмаса дейміз. Жаңағыдегі қоқыстық болмаса, жаңағыдегі төбе бір бұрыш жанса жанар, әйтеуір үлкен материалдық шығын келмесе дейміз. Ең бір арманымыз сол. Бұның енді қызықшылығынан қиыншылығы өте көп. Өздеріңіз білесіздер, мысалға биылғы жаз өте қатты болды. Дала өрттері көрбас, шетелдерде көрбас, қандай Түркияда қандай болып жатыр. Оның барлығы жаңағыдегі әйтеуір өте қиын жағдай ғой. Өзіміздің Жамбыл облысында да жақында ғана Жамбыл облысында мынандай жағдай болып жатыр. Соның барлығы үлкен, енді оның қорытындысын арнайы комиссия өздері айтып жатыр. Арнайы ол негізі адамның Қазақстан Республикасының азаматы үшін өзінің өміріңді қиясын ғой любой өртке. Сол. Тек қана менің емес, бүкіл телекөрермендердің ойында жүрген сауалдардың бірін қоямын сізге. Жұмысқа келдіңіз. Жұмысқа келіп, өз жұмыс істеу уақытыңыз біткенше бір күніңіз қалай өтеді? Жұмыс уақыты қалай өтеді? Сол туралы айтып берсеңіз. Жұмыс уақыты азанда келесің жұмысқа, одан кейін барып бастық тапсырма береді.
Одан жаңағы комитеттен келеді, министрліктен келеді, қағаздар бар, бақылайтын. Одан кейін ауданда, қала аудандардағы инспекторлердің жұмысы бар, бақылайтын. Одан кейін қала аудандарда өрт болса, соған шығасың, өзіңнің жаңағы нормаңа сәйкес ірі өрттер болса. Жалпы сол күнделікті тіршілік қой әйтеуір. Спортпен айналысып тұратын шығарсыздар, иә? Спорт залдарыңыз Аптасына 2 мәрте спорт залға волейбол, мини-футбол ойнап тұратындығымыз. Жұмыстан тыс уақытта ол бірақ, иә? Жоқ, 5-тен сағат 6:30-ға дейін арнайы министрдің бюроғы бар. Тапсырысы бюроғы Аптасына 2 мәртеден сағат 5-тен 6:30-ға шейін спорт. Ал енді өзіңіздің зейнетке қазіргі таңда зейнеткерсіз. Қазір немен айналысып жатырсыз? Сол туралы. Қазір менің зейнеткерлікке шыққаныма 1,5 жылдан асты. Қазір халықаралық туризм және Меймандос университетінде Международный университет и туризма гостеприимства. Халықаралық туризм жөніндегі Меймандос университетінде, сол жерде өрт сөндіру жүйесі бойынша сол университеттің полный қадағалаймын, маманымын. Оның алдында Түркістан қалалық газ инспекциясының директорының орынбасары болдым. Зейнетке шықсаңыз да әлі еңбектеніп келеді екенсіз ғой, иә? Иә. Енді 36 әбден жұмыс істеп үйреніп қалған адам бір орында отыра алмайды екен десеңізші. 36 жыл қызметте болғаннан кейін істей береміз ғой, Құдай қуат берсе. Жаңа біз тақырыптан ауып кеттік. Менің көкейімде қойылмаған әлі бірнеше сұрақтар бар, мен үшін қызық. Орта есеппен айына қанша өрт жағдайы орын алып жатады, салыстырмалы түрде? Енді сізге облыс көлемінде айтайын ба? Қала көлемінде айтыңыз. Қала көлемінде айтайын ба? Қала көлемінде күніге 4-5 болады ғой. Жазы күндері одан да көп болады. Жалпы бұл жағдайлардың орын алуына не себеп деп ойлайсыз? Оның себеп деген мынандай. Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздік талаптары мен ережесін Қазақстан Республикасының тұрғындарының сақтамауы. Мысалға, қазір шықтыңыз, жолға бұрылдыңыз, жол ережесін бұздыңыз, ремень тақпадыңыз, сізге айыппұл салады. Сол сияқты мысалға үйдегі электр шайнегін қосып кетеді, газының үстіне тамағын қойып кетеді, газының үстіне пістемайын қояды да, әсіресе жаңағыдегі арапа кездерінде неше түрлі әйел кісілер бар. Газына қойып кетеді, пістемайын қойып кетеді, ұмытып кетеді, осын ол жанады. Сол үйдегі тұрмыстық нелерден болып жатқан жағдай, адамдардың өзінің жаңағыдай немқұрайлығы. Әрбір затқа жауапкершілікпен қарау керек. Конечно, ол деген сөз өрт қауіпсіздік талаптарын, ережесін бұзған есебі тұрғын үйлерінің егелерінің, сол болмаса тұрғындарының. Өрт сөндіру органдарында тек қана ер балалар емес, сондай-ақ қыз балалар да жұмыс жасайды. Қыз балалардың міндетіне не кіреді, сіздерде жұмыс жасайтын? Біздерде енді қыз балалар шелек ұстап отқа қарай жүрген ғой. Олардың арада телефон естейді. Осы Түркістан қаласынан, пример, любой хабарламаларды қабылдап, тиісті ары қарай жаңағыдай неге службаға передавать етеді, путевка жазып, и сонымен ары қарап қадағалап, келген уақытын, маршрутын, өшірген уақытын бәрін баяндап, Астанаға ары қарап беріп отырады по инструкциясы бойынша. Ал өрт сөндірушілердің арасында қыз балалар бар ма? Жоқ, ондай. Қыз балаларға ауыр ғой. 20 кило кейін үстіне киіп алып жүгірсе, кешек баратын жақта өрт 15 кило ғой, 15. Алап үстіне анау киетіні бар, оның өзі 12 кило, анауысы бар, каскасы бар, тапоры бар. Сіздерге де шарт қойылатын шығар, мына киімді мынанша уақыттың ішінде киіп үлгеруің керек, мынанша секундтың ішінде дайын болуың керек деген. Иә, мысалға осы ғимаратта пожарный машина тұр, жеке құрам тұр. Қысқы мезгілде, жазғы мезгілде 1 минутта шығып кетуің керек. Машинаға отырып өзі жүріп кетуің керек. 1 минуттың ішінде бүкілі жиналып. Жиналып, машинаңмен от алып, шығып кетуің керек. Аға, сосын біз роликтардан, видеолардан жиі байқаймыз. Мынандай бағана тұрады, өрт сөндірушілер сол бағанадан сырғып түседі. Сол бағана туралы айтып берсеңіз, ол тек барлық ғимараттарда сондай ма, өрт сөндіру ғимараттарында? Енді кейінгі салынып жатқан ғимараттарда сондай, қазіргі Түркістан қаласында да сондай. Сол екінші қабатта жататын бөлмелері, киім шешінетін бөлмелері, бірінші қабатта жаңағы өрт сөндіру автокөліктері болса, сол сіз айтып отқан жаңағы турбаны құшақтайды да, төмен қарап түсе береді. Спортқа бейім болу керек қой. Алдыңда сен шыққан жағдайда стенадан секіруіңе тура келетін болады. Забордан секіруге тура келетін болады.
Сондықтан спортқа мықты болу керек. Кез келген жағдайға дайын болу керек. Кез келген төтенше жағдайға дайын болу керек. Сіз ол өртті өшіріп баратқан кезде, болып жатқан кезде екінші өрт шығуы мүмкін. Болмаса екі өрт болып жатқан кезде үшінші өрт шығады. Сондай ғой енді. Барлық жағдай болады ғой. Бізде бір оқиға болды, менің үйімде де өрт болды. Сол кезде біз өрт сөндіру қызметін шақыртқанбыз. Бір хабарластық, екі хабарластық, әрі хабарласқан сайын жаңа машина келіп отты, өрт сөндіру. Сонда бір өртке қанша машина жұмылдырылады? Қазіргі талапқа сәйкес кез келген хабарламаға 2 машина шығады. Егер өрттің ауқымы үлкейіп жатса, ары қарап біз 2-3 деген бере береді. Ал бізде Түркістан қаласындағы өрт сөндіру көліктерінің саны қанша деңгейге жарайды? Енді ол енді мен ардагермін ғой, оған енді мен қазіргі Бірақ көліктердің жағдайы жақсы ғой, иә? Көліктің жағдайы қазір барлығы жаңартылған. Біз енді ардагер ретінде айтайын. Мен енді оның қазір санын мен точно айтпаймын. Өйткені оны қызмет жасап жатқан адам өзі айта жатар. Жалпы автокөліктердің барлығы облыстық бюджеттен, республикалық бюджеттен бөлінген. Менің кезімде бірлазын алды, одан кейін тағы алып жатыр қазір. Қазір мынау жаңадан құрылыс салып жатыр, кеше аралап көрдім, бәрі ғимараттардың бәрі жақсы, заң талабына сәйкес орындалып жатыр. Өте жақсы. Көп рахмет сізге аға, біздің осылай студиямызға келіп, өзіңіздің мамандықтың қыр-сырымен бөлісіп, керемет бір сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді біздің экран алдында отырған көрермендерге өзіңіздің бір жылы лебізіңізді арнасаңыз. Біріншіден, барша Қазақстан Республикасының құтқарушылар ертең 19 қазан құтқарушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Біздің мейрам құтқарушылар күні 19 қазан. Сондықтан сол мерекенің бар ардагерлерді, барлық осы қызмет жасап жатқан әріптестерімді, жанұяларын, өзімнің жанұям атынан, ардагерлерінің атынан шын жүректен келе жатқан төл мерекемізбен құттықтаймын. Сіздерге тілейтінім табыс, жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Жастарға айтарым, мамандықтан жаңылыспаңдар, жардан жаңылыспаңдар. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Рахмет аға, сізді де келе жатқан төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңыз аман болсын дейміз. Ізіңізден еріп келе жатқан ұрпақтарыңыз да аман болсын, шаңырағыңыз шайқалмасын.